Енді Азат Мақсұм UFC-ге Бекзат Алмахан бой алған кезде Азат Бекзатпен бірге Америкаға жібердік, екеуі бірге сборларын өтті. Сол жақта уже сбор жасап жүріп, Азат уже бой күтіп жүрді. Қашан бой береді деп сұрап жүрді менеджерлері. Саят Абдрахманов пен Нурадин Садықов сұрап жүрді менеджерлері бар. Содан ол жақтан бой бермей келдік. Осында келгеннен кейін где-то бір аптадан кейін ба, біз осы бүгінгі күнге дейін бір апта бұрын негізі естігеміз бой береді депші. Осылай кім тагердің ғана сопернигі уже снимать етіп жатыр екен деп. Нурадин звондайды маған, түннің бір уақытында звондады. Осылай аға приложение келіп жатыр, қалай істейсіз? Олар бірінші информация алады, бірден маған хабарласады. Мен айттым, ойланбастан сразу қабылдаймыз дедім. Қабылдау керек дедім, потому что бізге бой керек. Кім болса да, қалай да болса да, енді ол жаққа барғаннан кейін соперник таңдап жүрген мен өзім басым шыға берген дұрыс деп ойлаймын. Получается, Азат, в принципе, дайын да, вот именно сборлардың өтті, бәрі формада. Енді кішкене бір нелер бар, нюанстар бар енді, потому что неге десеңіз, кешегінде Америкаға барып келген сборын жақсы өткізді ғой, Бекзатпен бір. Бірақ Бекзат екеуі бірге Канадаға кеткен кезде кішкене 10 күн сырып болып қалды негізі, шынына келген кезде. Содан кейін кішкене физический подготовкалар, жаңағы ойлаған нелерден кішкене орындалмай қалған нелер бар. Бірақ сонда да біз енді осыған жаңағы подгонять етеміз ғой, жаңағы Қанат Рахимов бар қасымда көмекшім. Біздің командамыз бар енді. Болады деп ойлаймын подгонять етуге. Осындай сұрақ, секундант кім болады? Осы жолы. Секундант өзім бар. Өзіңіз барсыз? Енді виза бар ғой бізде. Алхамдулилля. Ең не маңызды менің ойымша осы болып тұр ғой. Енді Тагир ол тоже не опытный боец ол. UFC-да қанша бой өткізіп тастады, оның алдына қанша любительден өтті. Біздің жалғас бауырымызбен төбелесіп алды. Шыңғыс Қайрановпен төбелесті, аны өзің айтып жатсың. Енді бұның бойын біз көріп жүрміз. Енді қазір бүгіннен бастап тағы да зерттейміз, тактика қоямыз. Мен даже өзім қазір ой кетіп жатыр, Жалғас Жұмағұловпен мен қатты араласпаймын. Бірақ Жалғас Жұмағұловпен жаңағы хабарға шығып, одан да жаңағы не алсақ болады, қалай дейді андай, ақыл кеңес алып, жаңағы оның қандай болғанда да онымен ұстасты ғой. Қай жерге минустар бар, плюстар бар, одан да сұрасақ болады. Мысалы, ол Жалғас айтады деп ойлаймын. Айбек ағаймен сөйлессек те болады. Жалпы енді не ғой, енді информация бізге ол артық етпейді, қандай болғанда да. Және де оның тағы да бір фишкалар бар, біз енді өзіміздің залдан балалар бар, оның қыр-сырын бәрін білетін. Енді бұйырса тактиканы мүмкіншілікше қоямыз, бұйырса ұтады деп ниет отырмыз енді.